Менің жіптеріме және қолөнер материалдарыма обзор. Мен бұл видеода заттарымды, жіптерімді реттестіріп жинайтын боламын. Осындай қызыл этикеткадағы нако жіптері пушистый, жұмсақ болып тұрады. Мен бұларды бір жыл бұрын бірнеше мотогымен алдыртқан болатынмын жемпір тоқуға, бірақ кейін ол ойымнан айнып қалдым. Мұндай жұмсақ жіптермен жемпір, кардиган, шарф, немесе шапка, немесе варюшке тоқуға болады. Бұл көк түсті жіптің жатқанына менде біраз болды. Бұл жіптен не тоқуға болатынын әлі де білмеймін. Келесі кезекте ланосо және нако жіптері. Жаңағы қара жіптен айырмашылығы бұл қызыл этикеткадағы пушистый жіп, ал ақ этикеткадағы болса, осындай сұр этикеткадағы ол пушистый емес. Мен бұл жіптермен бір жыл бұрын осындай жилетка тоқыған болатынмын. Ескірген, түсі де өзгерген. Келесі кезекте ризау деген жіптер. Бұл жіптер маған қатты ұнайды. Бағасы да арзан, қолжетімді, әрі жұмсақ. Мен бұл жіптерді Темудан заказ бердім. Бағасы да арзан, қолжетімді, әрі доставкасы да тегін. 2-3 аптаның ішінде келді. Бірақ бұл кардиган тегіс емес, кейбір жерлерінен қате кеткен. Бұл жіпті қаладан алдыртқан болатынмын. Жасыл жіп, жіңішке, негізінен ойыншықтар тоқуға арналған. Бұл жіптен бөлмеге қабырғаға іліп қоятын өсімдік декор тоқу ойда бар. Бұл жіпті де қаладан алдыртқанмын. Негізінен ойыншық тоқуға, немесе брелок бірдеңе тоқуға алғанмын. Ал бұл шнур жіптен мен сумка тоқығанмын, содан қалып қойған. Тағы да ризау жібі, 3 комплект жасыл жіп. Содан соң жаңағы кардиганның жібінен қалған көк жіптерді орналастырамын. Бұл мақта шнурдан мен сумка тоқыған болатынмын, содан артылып қалған. Тағы да 2 ризау жібі. Бұл жіптерден ойыншық немесе брелоктар тоқу үшін алғанмын. 2 ақшыл көк түсті жіптерді брелок тоқу үшін алдым. Бұл жіңішке көк жіпті мен 2 қабаттап сумка тоқығанмын, содан қалып қойған. Розовый жіпті ойыншық тоқу үшін алдым. Біз жаңа ғана үлкенірек жіптерді жинап болдық, ал енді кішірек жіптерді жинаймыз. Енді өте ұсақ қалдық жіптерді жинаймыз. Бұл шнур жіп негізінен сумка тоқуға арналған. Бұны мен жеке қойып қоям. Бұл канваны тоже Темудан заказ бердім. Качествосы жақсы, бірақ та мен үлкенірек тесіктерін алып қойыппын. Мендегі қазіргі 4 мм. Осы канва мен осы жіптен мен осындай сумка жасап шығардым. Бірақ та канваның тесіктері тым үлкен болғандықтан жіпті 2 қабаттап жасадым. Сондықтан да менде жіп көп кетті. Келесі кезекте сумкаға арналған фурнитуралар, застежкалар, ручкалар, түрлі бұйымдар.
сумкаға арналған фурнитуралардың барлығын Темудан заказ бердім. Бұл жерде магнитный кнопкалар кішірек, ішінде бірнеше түстен болады. Сумкаға арналған цептер, цеп ручкалар, ұзындығы 120 сантиметр, бірақ та жіңішкелеу. Ішінде бірнеше түстері бар. Алтын түстес, күміс түстес, бронзовый және қара түс. Тағы да цеп ручка. Бұл жерде енді қысқарақ. Тағы да цеп ручкалар. Ал бұл ручка болса жаңағылардан сәл ұзын, жеңіл, тез сынғыш көрінеді. Handmade деген жазуы бар этикеткаларды алдым. Содан соң осындай застежкалар сумкаларға өте жеңіл. Сумкаға тағы да сән беріп тұратын осындай бұрыштар. Карабинки. Сумкаға арналған сәндік декор. Брелокқа арналған темірлер. Сумканың аузын бекітетін осындай застежкалар. Екі сәндік қызыл түс ленталар және де бір сумка тоқыған болатынмын, содан артылған лента. Ал мынау болса ойыншықтарға арналған көз. Бұл болса коробка. Осылай жиналады. Кішкентай ұсақ заттарды бергенде өте ыңғайлы. Мысалы, брелок салып қоюға болады. Сумка жасауға хрусталь моншақтар, әр пачкасы 500 штуктан, айвори мата, молочный түсті жіп, леска 0,6 мм және фермуар.